Сәлем достар, бүгін осы видеода сіздерге оқу орталықтардан мемлекеттен субсидия алудың полная схемасын беретін боламыз. Сол үшін парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа. Орталығыңыз егер болмаса, мемлекеттен субсидиялар алу арқылы табыс табудың нақты схемасында дәл осы видео ішінде үйреніп кететін боласыз. Есімім Меруерт Шорақызы, Озат оқу орталығының негізін қалаушысымын, заманауи педагог Telegram каналының авторымын және де даму бала білім секілді курстардың авторы боламын. Осы уақытқа дейін 80 консультация өткіздім және 100-ден аса оқу орталықтарға сопровождение жасап, одобрение алып бердік. Және де 200-ден астам шәкіртті даму бала білім бағдарламаларын үйретіп, ол кісілердің осы жобалармен табыс табуына мүмкіндік аштық. Мемлекеттен берілетін субсидиялардың түрі қандай? Кез келген оқу орталығы даму бала білім және жұмысшы субсидиясына қатыса алады. Әрине оның өзіндік бір шарттары бар. Қазір осы видеоның ішінде кеңірек талқылайтын боламыз. Даму баланы 3 түрлі бағытта пайдалана аласыздар. Ең бірінші, өз орталығыңызды ашу үшін. Яғни сіз 0-ден бастап өнер орталығын немесе спорт орталығын ашқыңыз келсе, мемлекеттің осы қолдауын ала отырып бастап кетуіңізге болады. Екінші, осы салада услуга көрсету арқылы табыс таба аласыз. Яғни қазір бухгалтерия, тендер саласымен айналысып жүрген мамандар дәл осы саланы үйреніп алсаңыздар, қосымша оқу орталықтарына сопровождение жасау арқылы табыс табу мүмкіндіктеріңіз бар. Себебі бұл салада сопровождение жасау бір кружоктың өзіне 150 мың теңгеден басталады. Енді үшінші жолы жүріп тұрған, ақылы түрде бала қабылдап отырған оқу орталықтары үшін осы даму бала бағдарламасы арқылы тегін кружоктар аша аласыздар. Егер сіз бұрын соңды тек қана ақылы баламен продленка деген сияқты курстарды өтіп шектеліп отырсаңыз, даму баладан мемлекет тарапынан субсидия алсаңыз, сіз тегін кружок ашасыз. Яғни ата-ана сізге ақша төлемейді, сондықтан да балалардың саны көбейеді сізде. Бірақ ол үшін мемлекет сізге әр бала басына 20 мың теңгеден төлейтін болады. Енді даму бала қандай бағдарлама, соны түсіндірейік. Бұл мемлекет спорт және шығармашылық тапсырыстарды жан басына шаққанда нормативтік қаржыландыру жобасы деп аталады. Бірақ платформаның атауымен адамдар арасында, яғни даму бала, дара бала, арт спорт деп аталып кеткен. Бұның операторлары кімдер? Яғни бізге кім қаржыландыруды жасайды? Бұл спорт басқармасы және мәдениет басқармалары. Қандай кружокты ашуыңызға байланысты бөлінеді. Егер сіз спорттық бағдарламаны ашатын болсаңыз, онда спорт басқармасы сізге оператор болады. Құжаттарыңызды солар тексереді деген сөз. Егер шығармашылық жақты ашатын болсаңыз, онда шығармашылықты мәдениет басқармасы қадағалайды. Қандай курстарды ашуға болады? Даму баламен 50 түрлі спорттық және 50 түрлі шығармашылық бағыттағы кружоктарды аша аласыздар. Шығармашылық курстардың ішіне қандай кружоктар кіреді? Бұл домбыра, гитара, қолөнер, заманауи би, ұлттық би, шешендік өнер, поэзия, проза, мәнерлеп оқу, тоқыма, тігін, фортепиано, вокал, эстрадалық вокал, дәстүрлі ән, түрлі, яғни режиссерлік курстар, видеосъемка және монтаж, халық әні деген секілді өте көп кружоктың түрі бар. Сіздің оқу орталығына қандай кружокты қоса аласыз, қандай тренеріңіз бар, сол кружокты ашуға болады. Және де тек қана біреумен шектелмейсіз. Егер қаласаңыз, спортты да, шығармашылықты да қосып аша аласыз. Ал спорттық үйірмелерге қандай кружоктар кіреді дейтін болсаңыз, бұлар баскетбол, бокс, грек-рим күресі, волейбол, спорттық гимнастика, жеңіл атлетика, жүзу, теннис, шахмат, қандай кружокты сіз қамтамасыз ете аласыз. Егер сізде спорт зал болса, әрине баскетбол, қазақ күресі, дзюдо дегендерді ашуға болады. Егер оқу орталығы болсаңыз, яғни тек қана кабинетте тұратын оқу орталықтар үшін үстел теннисі мен шахмат деген кружокты пайдалануға болады. Және бұл бағдарлама тек қана дені сау балаларға ғана арналмайды, шектеуі бар балалар да қатыса алады. Мысалы, көз көруінде шектеуі балалар, есту қабілетінде шектеуі бар балалар, инклюзивті, интегрированный деп аталады топтар. Яғни бұл қалай бөлінеді? Егер де топтың ішінде бір топта 10 бала болады ғой, соның екеуі ғана инклюзивті бала болсын десе, онда инклюзивті топты таңдаймыз заявка беру барысында. Ал егер 5 баладан жоғары
интегрированный группаны таңдасаңыз, мысалы логопедиялық орталықтар, АФК-сы бар орталықтар, міне осындай кружоктарды таңдасаңыздар болады. Енді мемлекеттік бағдарлама болғандықтан бұл жерде өзіндік талаптары бар, міндеттері бар. Сондай талаптың бірі қандай помещение болу керек, сіздің оқу орталығыңызға, помещениеңізге қойылатын талап. Ең бірінші ол тұрғын үй болмауы керек. Егер сіз бұрын соңды үйіңізден орталық ашып репетиторлықпен айналысып жүрсеңіз, сіз дәл сол помещениемен қатыса алмайсыз. Сізге міндетті түрде ол коммерциялық жеке тұрған здание, немесе бизнес-центрден алынған кабинет, көп қабатты тұрғын үйдің подвалы да бола береді, бірақ егер оның құжаты не жилое, коммерческое болып бекітілген болса. Немесе балабақша ішінен аша аласыз, жеке мектептің ішінен аша аласыз, мемлекеттік мектеп балабақшаның ішінен арендаға алып қатысуға да болады. Және де ауылдық жерлерде коммерциялық нысандар өте аз, бизнес-центрлер жоқ, сондықтан ондай ауылдық аймақтардан мәдениет үйі ішінен арендаға алуға болады. Яғни мемлекет барлық жағдай жасап қойған, мейлі сіз ауылдан болыңыз, мейлі сіз қаладан болыңыз, ауданнан болыңыз, дәл осы программамен қатысып мемлекеттен көмек ала аласыздар. Енді кімдер аша алады? Кез келген ИП, ТО, егер окетіңіз сай болса, ашуыңызға болады. Бұл жерде 1 жыл бұрын ашылған ТО, 1 жыл бұрын жұмыс жасап келе жатқан ИП деген шектеу жоқ. Сіз қазір тіркеліп, қазір қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан да осындай бір шектеулерді алып тастап, осы саламен дамимын, осы саламен орталықты ашамын, елге пайдалы боламын, әрі табыс тауып кәсіпкер боламын деген кісілер Даму бала жобасын қатысыңыздар. Енді қанша төлейді? Барлығымызға қызықты, даму бала саласымен мемлекет қанша төлейді? Негізі әрбір өңірге, әрбір кружоктың бағасы әртүрлі болады. Бірақ өзіндік нормалар бар, ай сайын бір балаға примерно 17 мың мен 22 мың теңгенің аралығында төленеді. Бір елдерде, мысалы ауылдарда 25 мыңда болуы мүмкін ол. Сондықтан да қатып қалған баға жоқ, оператор бекітіледі, сол сума сізге төленіп отырады әр ай сайын әр бала басына. Енді орта есеппен 20 мың теңге деп есептейміз, бір кружокқа 100 балаға заявка жіберіледі. Сіз 100 баланы тіркеген болсаңыз, ай сайын табель сол 100 балаға жабатын болсаңыз, онда 20 мың теңгені 100 мыңға көбейтсеңіз, 2 миллион теңге бір кружоктан табыс таба аласыз. Оқу орталықта тек қана бір кружокпен шектелмейді. Сіз поэзия, прозамен қатар, мысалы, шахматты ашқыңыз келеді, вокалды қосқыңыз келеді, немесе суретті қосқыңыз келеді. Кемінде 3 кружок алсаңыз, сіз ойлаңыз, 3 кружоктан ай сайын 6 миллион теңге табыс табатын боласыз. Яғни мемлекеттің беріп отырған осындай мүмкіндіктерін көп оқу орталықтар, көп кәсіпкерлер білмейді. Оны алу қиын, оған таныс керек, оған ақша керек деген секілді қорқыныштармен жүреді. Бүгін осы салада мен сіздерге осы видеоның ішінде осы ақпараттың барлығымен тегін бөлісетін боламын, сондықтан да видеоның соңына дейін қарап отырыңыздар. Енді тренерге қойылатын талаптар қандай? Тренер ең бірінші дипломы сай келу керек. Мысалы, сіз домбыраны ашып жатырсыз ба, сіздің маманыңыздың дипломы домбыра деген болу керек. Сурет па, онда көркем сурет деген секілді дипломында нақты көрсетіліп тұру керек. Поэзия, проза ашқыңыз келді ме, қазақ тілі мұғалімі. Міне осындай нақты дипломы сай келетін тренерді қоятын болсаңыз, онда сіз одобрение аласыз. Енді одан кейін денсаулығы дұрыс болу. Бұны біз кәдімгі 4 справкамен дәлелдейміз. ЦОНнан алуға болады, Каспийдан алуға болады. Ол нарко, туберкулез, психо және соттылығы жоқ деген мына күнделікті жұмысқа орналасуға да беріп жүрген 4 справкаңыз бұл жерде де қажет болады. Әрине бұның өзінің белгілі бір уақытқа шектеуі бар. Қандай да бір кружокты ашып конкурсқа тапсыру барысында естеріңізде сақтаңыздар, справканың ұзақтығы, жарамдылық мерзімі бар. Сол мерзімнен асып кеткен справканы қолдануға болмайды. Үшінші құжат бұл алғашқы медициналық көмек көрсету. Бұл жерде де кез келген жерден ала салуға кеңес бермес едім. Себебі практика барысында біз енді арзан деген секілді осындай медсертификаттарды пайдаландық, содан соң біз бұны тоқтаттық. Себебі жақсы өзінің осы іспен айналысып жүрген, лицензиясы бар оқу орталықтарынан алу керек. Біз сондай компаниямен жұмыс жасаймыз. Олар сізге тек қана медсертификат бермейді, білімді қосып береді.
сізге ссылка береді, ол жерден сіз біліміңізді аласыз, тестіңізден өтесіз, және де QR коды болады. Міне бұндай оқу орталықтары ұсынған сапалы құжатпен одобрение алу мүмкіндігі жоғары. Курстың барысында біз осындай мелочтарға дейін үйрететін боламыз. Төртінші есепке алатын нәрсе бұл жұмыс нагрузкасы, яғни аптасына 40 сағаттан аспау керек. Егер сіздің тренеріңіз сізде ғана тіркелген болса, расписаниені қалай болса солай өзіңізге ыңғайлы уақытта қоя бересіз. Ал егер ол тренер басқа жерде жұмыс жасайтын болса, тағы бір мекемеде даму баламен қатысатын болса, онда сол қатысып отырған орталық екеуіңіз келісіп отырып, бір күнге, бір уақытқа қойып қоймауын қадағалау керексіздер расписаниені. Егер екі жақтан бірдей уақытқа шығып тұрса, онда отказ алып қалуыңыз мүмкін. Келесі енді даму бала жайлы мифтерге тоқталайық. Бұл жерде көп адамдардың қорқынышы бар, қатысайын десе, тек таныспен аласың деп ойлайды. Біздің елдің бәрінде таныспен, таныссыз шанс жоқ деп жүрген кісілер қаншама. Бірақ біз практиканың барысында сопровождение жасап жүрміз, оқу орталықтарында қаншама шәкірттерді оқытып, оларды осы кружоктарды ашып отыр. Ешқандай таныссыз, ешқандай біреуге ақша берусіз одобрение алуға болады. Екінші қорқыныш бұл тексеру келсе жауып тастайды деп қорқады. Егер сіз біздің үйреткеніміз бойынша барлық құжатыңыз дұрыс дайындайтын болсаңыз, дұрыс жүргізетін болсаңыз, ешқандай да тексеріс сізді жауып тастамайды. Ең бастысы құжаттарыңызды дұрыстап отырсаңыз болғаны. Құжат дұрыс жинау мүмкін емес, әйтеуір бір ілмек тауып отказ береді деп ойлау. Әр елдің, әр ауылдың, әр облыстың операторлары әртүрлі нәрсені сұрауы мүмкін. Жыл сайын біздің алып жатқан тәжірибеміз осындай кез келген Түркістан облысы болсын, Шымкент болсын, ең қиын аймақтардың бірі Қарағанды, Ақтөбеден де біз отказ алған жағдайда не істедік? Өтінішке жазамыз, операторларға шығамыз, отказ алудың себебін білу арқылы барлық өңірден де одобрение алудың жолын үйрендік. Отказ алдық деп жаңағындай барлығын ысырып жылап кетіп қалған деген нәрсе жоқ. Яғни отказ алдыңыз ба, оның түбін қазу керек. Не үшін отказ алып отырсыз? Қай жеріңіз дұрыс емес, қай жерін толықтыру қажет. Міне сондай еңбектің арқасында қазір біз Аллаға шүкір барлық Қазақстан бойынша барлық өңірлерден де одобрение алып, құжаттарды соған сай дайындап, оқу бағдарламаларымыз курста беріліп жатқан барлығы осы операторлардың яғни одобрениесінен өткен бағдарламалар. Бізге келген кісілер қорықпай өздерінің орталығын осы бағдарламалармен ашып отыр. Егер сізде өз орталығыңызды ашқыңыз келсе, осы курстан міндетті түрде өтулеріңіз керек. Тағы да бір қорқып жүретін адамдар отказ берсе, еш нәрсе істей алмаймын деп, ақша аудармай қояды ма? Тағы осындай қорқыныштар өте көп. Бастапқы кезде көп адамдар ақшасын ала алмай біраз уақыт жүріп қалған ситуациялар болды, бірақ қазіргі кезде бұл мәселе шешілді. Ай сайын әрбір өңір өзінің дұрыс табелін толтырып жатырса, акттарын дұрыс тапсырып жатырса, олар ай сайын төлемдерін мемлекеттен алып отыр. Сондықтан да қорықпаймыз, достар. Даму бала енді сіздер білу керексіздер, ең маңызды 3 этаптан тұрады. Дәл менің қазір тегін сіздерге түсіндіріп беріп жатырған мына сабақты ешқандай әкімдікке барсаңыз, операторға барсаңыз, ешкім сізге тегін айтып көрсетіп бермейді. Сондықтан да мұқият қарап, өздеріңізге сохранить етіп алыңыздар. Конкурсқа қатысып, ең бірінші этапта заявканы жіберіп одобрение алу. Бұл өте маңызды этап. Біздің сопровождениемізді осы бірінші этапқа жасалады. Яғни біз сіздің құжаттарыңызды одобрение алатындай етіп дұрыс жинақтаймыз. Екінші этап, одобрение алғаннан кейін баланы кезекке қою этапы басталады. Бұл жерде сопровождение келген кісілерге біз дайын видео сабағымызды береміз. Сол жерді көре отырып, өздеріне баланы тіркейтін болады. Бұл да өте ответственный момент, себебі уақыт шектеулі етіп берілуі мүмкін. Сондықтан да өте маңызды этаптардың бірі деп айтар едім. Үшіншісі, уақытша ваучерді алғаннан кейін сіз соны активация жасайсыз. Активация жасалған ваучерлерге сіз ай сайын сабақ өтесіз балаларға, және де солар үшін төлем алып отырасыз мемлекеттен. Оны жасау қиын емес, ол бізде курста барлығы бар, барлығы үйретіледі. Белгілі бір құжаттар бар, сол құжаттарды алып, сканировать етіп саласыз. Сізге 10 жұмыс күн ішінде уақыт беріледі. Временный ваучерге келген балалардың барлығын осы аралықта құжаттарын жинап салып,
ары қарай жұмысыңызды жасай бересіз. Отказ келсе не істеуге болады деген сұрақтар көп мазалайды. Маған консультацияға келетін 40% адамдар осы отказ келсе не істеймін, қарап беріңізші, менде мүмкіндік бар ма жазуға, ары қарай операторға шыға аламын ба деген сияқты сұрақпен келіп жатады. Бірге талқылайық. Бізде Қызылорда облысы бойынша бір оқу орталықты сопровождение алдық. Құжаттың барлығын дұрыс дайындадық, жібердік, бірақ бізге отказ келді. И ол отказға біз келіспедік. Себебі ол жердегі енді тренердің құжаты толық емес деген сияқты поверхностьтен айтылған болды. Біз оған келіспедік, не істедік? Бірден жаңағы тапсырыс беруші оқу орталығына айттық. Давайте біз письмо жазамыз, өйткені мен өзімнің жұмысыма уверенамын, мен сауатты толтырғанын білемін, сондықтан да жазып білу керек. Біз жаздық өтініштен, и сразу білесіздер ме, ар жақта не болды? Сразу одобрение келді. Яғни сауатты жазатын болсаңыз, заңның барлығын көрсетіп, өзіңіздің жаңағыдай ұсынған құжаттарыңыздың дұрыс екенін дұрыс дәлелдей алсаңыз, онда сізге мемлекеттік орган қарап ответін айтатын болады. И көп жағдайда олар одобрение алып жатады. Енді қараңыздар, ол жерде барлық отказ алғандар бірде одобрение алып кетесің, главное письмо жаз деген әңгіме емес. Ең бастысы, бірінші мен не істеймін? ECEP ключімен олардың құжаттарын тексеріп аламыз, кабинетіне кіріп, әрине олардың рұқсатымен, қолхатымен, одан кейін барып ары қарай заңды дұрыс орындады ма қараймыз. Егер барлығы дұрыс болған жағдайда ғана онда операторға шыға аламыз. Егер де сіз поставщиктің өзі дұрыс емес құжаттар ұсынып отырса, онда мен ол қателіктерді айтып беремін. Міне мына жерің қате, мына жерің дұрыстау керек, келесі жол былай тапсыр деген секілді, Сондықтан да осы бір нәрсені біліңіздер, заңды жақсы білу керек, ең бірінші, сауатты болу керек, өз құқығыңызды қорғай алуыңыз керек. Хат қалай жазылады, өтініш арқылы тіркеу маңызды. Любой жерге барып письмоны немесе ауызша айтсаңыз, сізге толыққанды ответ ала алмайсыз. Немесе телефонмен сұраған оператордан жауап, ол толыққанды бола бермейді, Келіспейтін шешімге заңмен дәлелдей отырып, жаңа айтқан бойынша хат жазылу керек. Яғни заңның, нормативтердің пункттарын барлығын көрсетіп отырып жазамыз. Даныларды нақты жазу керек. Мысалы, Түркістан облысынан маған бір кісі хабарласты, мен қарсы болдым, сосын өтінішке алдым да жаза салдым дейді. Ол жерде письмосында аты жөнін жазылмаған, ИП-сын көрсетпеген, ИНін көрсетпеген, ол мекемеге қалай жауап қайтарылады, қарап отырсаңыз. Сондықтан да осындай данылардың барлығын нақты жазуға қорықпаңыздар. Тяп-ляп жазыла салған хатқа сондай ответ аласыздар. Поэтому сауатты болыңыздар. Енді отказ алмас үшін не істеу керек? Отказ келудің 12 себебін білу керек. Әрине білім алыну керек. Мен қазір сіздерге 3-4 отказды айтып беремін. Қандай ситуацияларда келуі мүмкін отказ. Сіздер егер осы нәрселерді дұрыс жасасаңыздар, онда одобрение аласыздар деген сөз ғой. Отказ бірінші, егер оператордың атын дұрыс жазбасаңыздар. Мысалы, біреулер дұрыс емес жазып қою мүмкін, мысалы, ол жердің басшылығының аты өзгеруі мүмкін, просто алып мәдениет басқармасы дей салуы мүмкін. Ол кейбір өңірлерде мәдениет басқармасы, архивті және құжаттандыру бөлімі деген секілді сөздерін толық жазбай қалуы мүмкін. Екінші ситуация, бұл окет дұрыс болмауы мүмкін. Окет деген бұл ИП-ны немесе ТО-ны ашып жатырғанда сіздің белгілейтін номеріңізде, ол жерде, яғни немен айналысады организация, сол көрсетіледі. Біреулер товаркамен айналысуы мүмкін, океті товарка болып тұрады, бірақ сіз оқу орталығы жүргіземін деп заявка беріп жатырсыз. Конечно, сіз отказ аласыз. Сол үшін маңыздысы 85-510, 520 деген океттерді қойып алу керек. Қай кружокты ашуыңызға жіберіп жатырсыз, соған байланысты. Үшінші, құжатқа мұқият болу керек қой, енді қысқаша айтқанда. Өтініште операторлардың атауы, дата, печать, курс аты қате жазылып кетсе, және де өтініште адрес қате жазылып кетсе, болмаса жас ерекшелігі қате жазылса, мысалы, домбыра кружогына беріп жатсыз, 6 жастан басталады ғой домбыраны қатысу. Ол жерге сіз 4-ті жазып қойдыңыз, 4-17 жас аралы деп сізге отказ келеді. Сіз уведомление мен талонды дұрыс алынбаса, немесе дұрыс салынбаса, көпшілігі тек қана уведомлениені сала салады, мына жағында сіздің талонын көрсетпейді. Деген секілді, міне көрдіңіздер ме, мен сіздерге қазір қаншама қателік жіберілетін жағдайларды айтып бердім. Егер бізде курсымызда осы бір отказ келудің 12 себебі толықтай ашылып айтылады, осы нәрселерді сіз нақты біліп, тексеріп салатын болсаңыз, сіз одобрение ала аласыз. Ал оның толықтай мен уже өзімнің курсында үйрететін боламын. Келесі бағдарлама
даму баладан кейінгі орында тұрған бұл білім бағдарламасы деп аталады. Бұл кейбір өңірлерде батыс жақта зерек деп аталса, көп жақтарда миндаль деп аталады, бір жерлерде білім деп аталады. Бұл яғни платформаның атауы. Ал бағдарлама бізде сол бір ғана нормативпен жұмыс жасайды, қажет құжаттар тізімі барлығында бірдей. Енді бұл кружоктарға, бұл тегін кружокты қалай аламыз, қандай бағыттарда ашуға болады, сол жайлы қысқаша айтып өтейік. Білім платформасы бойынша 7 бағытта тегін кружок аша аламыз. Бірінші ғылыми техникалық бағыт, екінші экологиялық биологиялық бағыт, үшінші туристік өлкетану бағыты, көркемдік эстетикалық бағыт, әлеуметтік педагогикалық бағыт, гуманитарлық бағыт және математикалық бағыт. Енді әрқайсысына жеке тоқталайық. Ғылыми техникалық бағытта қандай кружоктар ашуға болады, актуальныйлары қандай? Бұл жерде 3D модельдеу бар, робототехника бар, ең көп сұраныста ие осы 2 кружок. Одан бөлек STEM зертхана бар, компьютерлік дизайн бар, өте көп. Мен мына жерге қысқартып қана көрсеттім. Екінші туристік өлкетану бағыты. Бұл жерде таулы туризм, сулы туризм деп мұражай тану, шаңғы туризмі, ат туризмі деген тегін кружоктар ашуларыңызға болады. Бұл да мемлекет тарапынан берілетін субсидия. Экологиялық, биологиялық бағытқа бұл жерде гүл өсіру, зоология, тоже химия, биология кружоктарын аша аласыздар. Көркемдік эстетикалық бағыт ең сұраныста жоғары кружоктардың бірі, себебі бұның ішінде керамика бар, қыш ісі бар, мүсін, кесте тігу, тігін, тоқу, арт-терапия кружоктары осы көркемдік эстетикалық бағыттың ішіне кіреді. Егер сіздің балабақшаңыз болса, оқу орталығыңыз болса, мектебіңіз болса, жеке мектептерде осы кружоктар арқылы тегін баланы қатыстырасыздар, плюс мемлекеттен әр ай сайын табель жауып, әр бала басына ақша алып отыра аласыздар. Әлеуметтік педагогикалық бағыт, бұл жерде тоже журналистика бағыты бар, медиаторлық бар, дебат бар, шешендік өнер бар, кәсіпкерлік негіздері бар, зияткерлік ойындар бар. Лидер 21 века деген сияқты кружоктар ретінде ашып балаларды қабылдауларыңызға болады. Кәсіпкерлік негіздерінде, мысалы, бұл тек қана үлкен адамдарға арналған ба деп ой келуі мүмкін. Жоқ, сіз балалардың алғашқы кәсіп бастап, инстаграммен оны сатуына үйрететін кружок етіп ашсаңыз, көп ата-ананың да, баланың да ойынан шығатын кружоктың бірі болар еді. Тағы да бір өте сұраныста жоғары бағыт бұл гуманитарлық бағыт. Яғни барлық тілдер, ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі, түрік тілі деген секілді кружокты ашу осы бағыттың ішіне кіреді. Ағылшын тілі үйрететін оқу орталықтары бар ғой, сіздер дәл осы бағытты таңдасаңыздар болады. Төртінші математикалық бағыт. Сіз бұл саламен тоже ЕНТ-ға дайындай аласыз, КТЛ НИШ-ға дайындай аласыз, немесе кәдімгі оқу орталықтың ішінде математикалық кружоктарыңызды осы бір бағыт арқылы ашсаңыз болады. Енді кімдер қатыса алады? Балабақша қатыса алады, жаңа арт-терапия деген кружоктарды неге ашпасқа? Жеке мектептер қатыса алады, частный школалар бізде өте көп қазір Қазақстан бойынша. Кез келген ауданнан, облыстан қатыса аласыздар. Егер сіздің өңіріңізде бұл программа ашық болса, себебі барлық өңірде бұл программа ашық емес, данный момент жұмыс жасап жатқаны бұл Алматы, Астана, Шымкент, Қарағанды облысы, Павлодар, Маңғыстау облысы. Алдағы болатын жайлы сұрап, операторларыңыздан біліп барып, қатысуыңызға болады. Келесі қатысатындар тоже ИП, ТУ қатыса алады, океттеріміз дұрыстаймыз тоже. Енді қанша теңге төленеді? Әр өңірде әр баланың басына әртүрлі сума төленеді. Бір балаға примерно біз орта есеппен ең аз суманы көрсеттік, бұл 11 мың мен 14 мыңның аралығында деп. Биыл ол сума жыл сайын өсіп отырады, Бұл былтырғы сума көрсетіліп отырған. Кружоктарға біз даму балады 100 баладан тапсыратын болсақ, бұл жерде 100 бала деп әрқайсына көрсетпейміз, 20-30-дан, бірақ барлығын бір заявка ішіне көрсетеміз. То есть математика кружогына 30 бала қабылдаймын, ағылшынға 30 бала қабылдаймын, қазақ тіліне 20 бала қабылдаймын деген сияқты, робототехникаға 50 бала қабылдаймын деп, общий мысалы 120, 150 деген секілді орныңызды ала аласыз. Тағы бір жақсы жері, сіз орынға таласпайсыз, кезекке қою деген жоқ, одобрение бір рет алдыңыз ба, онда сол баланы өзіңіз ғана толтырасыз. Сіздің одобрение алған орныңызға басқа орталық таласа алмайды.
бір жақсы жері осында. Енді айырмашылық қандай, иә? Жыл сайын конкурсқа қатысу болғанда, бұл жерде жыл сайын новыйдан документ тапсырмаймыз, актуализацияға бере саламыз. Даму балада мұндай нәрсе жоқ. Сіз жұмыс жасап жатырсыз, бір рет алдыңыз домбыраны, и ары қарай сіз тоқтатуға заявка бергенше, немесе программа жабылып қалғанша ай сайын табель тапсырып отырсаңыз жүре береді. Ешқандай құжатты еш жаққа тапсырмайсыз. Ал білімде актуализацияға беріп отырасыз. Яғни осындай компания ары қарай осы кружокты жалғастырады деген секілді. Сосын білімде бір заявканы жаңа айтып отырғандай 20 балаға 30 балаға жібереміз, иә? То есть бір кружокқа осыншама бала ғана қабылдаймыз. Өйткені өте көп етіп сұрамаймыз. Сосын ең бірінші этапта НОБД-ға тіркелесіздер. Жалпы білімнің өзінің этаптары бар, даму бала секілді. Бірінші НОБД-ға тіркелу, екінші құжаттарды офлайн түрде тапсыру, үшінші этапта сізді шақыртып алады, конвертіңізді сіздің көзіңізше ашады, қайсы бар, қайсы жоқ, тексеруден өтесіздер. Осы жерде көбі қорқып жатады, қорқатын түгі де жоқ. Просто сіз дұрыс жинап бардыңыз ба, болды, сіздің көзіңізше конвертті ашып, бар жоғын тексеріп шығады. Одан кейінгі этап сіздің құжатыңызды уже электронный виде тексереді, базадан тексеріп қарайды, иә? Төртінші этапта сіздің оқу орталығыңызға комиссия келеді. Тексерістен өтесіз, осы жерден өтсеңіз, комиссия шешімі бойынша сіз одобрение аласыз. Так, келесі даму баласында білімде түсінікті болса, оқу орталықтары үшін тағы да мемлекеттен берілетін күшті жоба бар. Яғни үлкен бір көмек, өзімде пайдаланып отырғанда, сіздердің де алғандарыңызды қалаймын. Бұл жұмысшы субсидиясы. Кімдер қатыса алады? Кез келген рабочий жұмыс жасап тұрған ТО-сы немесе ИП-сы бар адамдар, КХ-сы барлар бола береді. Налогта қарыз болмау керек, ең бастысы. Отчетты дұрыс тапсырып отырылу керек. Бұның яғни өзінің этаптары бар. Сіз просто так алдық, бір жыл болған, ТО деп қатыса салу керек емес. Бұл жерде именно жұмыс жасап тұрған болу керек. Налогтары төленіп отырған болу керек. Енді қандай түрлері бар? Өте көп программа бар. Алғашқы жұмыс орны, жастар практикасы, қоғамдық жұмыс, күміс жас, тағы да бір 2-3 түрлері бар. Бірақ менің өзімнің пайдаланып отырған, өзіме ұнайтыны бұл алғашқы жұмыс орны мен жастар практикасы. Не себепті? Себебі бұл жермен сіз жас мамандарды тарта аласыз, біріншіден. Екіншіден, олар өте көп іздеп жүру немес, қалай айтсам екен, маман таппаймын деген нәрсе жоқ. Яғни кез келген жыл сайын бітіріп жатқан 5 жыл көлемінде диплом алған жандар осы екі программамен өте алады. Ал қоғамдық жұмыстан диплом маңызды емес, кез келген адам қатыса береді. Менің өзім лично қоғамдық жұмыс жасамаймын. Өйткені оған сұраныс өте көп, тез толып қала береді. Поэтому күміс жастар және ағаш жұмыс орны сұранысқа қатты емес, сондықтан да кез келген өңірден ала аласыздар дегім келеді. Күміс жас деген, яғни бұлар возрасттағы адамдарды аласыз. 50 жас плюс пенсияға дейінгі. Бұл кісілерге 3 жыл ұзақтығына төлейді мемлекет, но бірақ какой-то частьны төлейді. 60-65% деген секілді. Ал алғашқы жұмыс орны мен жастар практикасында 100% мемлекет сізге төлем жасап отырады. Налогында, зарплатасында. Алғашқы жұмыс орны, енді қараңыздар, ұзақтығы 18 ай, яғни 1,5 жыл. Мысалы, сізге маман келді, университетті бітірген, сіз оны өзіңізге алдыңыз, 1,5 жыл бойы сізге жұмыс жасайды, ал мемлекет оның барлық шығынын жауып отырады деген сөз. Жастардығы бұл 1 жылға созылады, 12 ай. Қанша төлейді? Бір жұмысшыға 110 мың теңге, қазір бұның бағасы МРП өскендіктен тағы да өсті, 120 мыңдай зарплата алады. Яғни бұл жерде сіздің қалтаңыздан үнемделіп қалатын сумма, ойлаңызшы, 110 мыңды 12 айға көбейтесіз, 1 миллионның үстінде бір сотрудник үшін. Ал егер де сіз 10 шақты заявка берсеңіз, 10 шақты заявкаңызға одобрение алуыңыз мүмкін. Кейде оның частично одобрение беру мүмкін, 8 адамға одобрение деген секілді. Қандай жағдай болмасын, мемлекеттің беріп жатқан көмегін пайдалану керек. Көрдіңіз бе, сізге мемлекет төлейді, жұмысшы беруші тек жұмыс берумен ғана айналысады. Бірақ осы жылы Қызылорда қаласы бойынша 30% экологиялық төлемді мемлекеттік емес
организациялардың мойнына салып отыр. То есть маған 70%-ын төлеп береді, мен үстіндегі 30%-ын төлеймін. Ал экологиялық аймақ барлық жерде жоқ, иә, мысалы Алматыда, Шымкентте деген секілді экология деген нәрсе жоқ. Ол жерде, яғни сізде 100% мемлекет жауып тастайды деген сөз. Вот 110 мың теңгеден 6 мұғалімге алатын болсаңыз, 660 мың теңгені ай сайын сіз қалтаңыздан үнемдеп отырасыз деген сөз. 660 мыңды 12 айға көбейтетін болсаңыз, 6 миллион 900 мың теңге. Яғни кәсіпкердің қалтасынан 6 миллион 900 мың теңге бір жылда үнемделіп қалады. Сіз ол ақшаға лучше таргетіңізді қосасыз, немесе тағы да рекламаларыңызды көбейтуіңіз мүмкін да. Немесе өзіңіздің оқу орталығыңызға басқа да парта, стол, стульяларыңызды жаңартасыз деген секілді. Бұл осындай пайдалы нәрсені мемлекеттің беріп отырған, қолдап отырған жаңағы жеңілдіктерді міндетті түрде пайдалану керек. Шамалы көзді ашып іздену керек. Біздің оқу орталығымыздағы осы мамандар, біздің командаға мамандар сіздерге осы консультация береді, разбор жасайды. Әуелі курсқа келмес бұрын осындай разборлардан өтіп алсаңыздар да болады. Талап қандай енді? Алғашқы жұмыс орнына 100% жұмысқа қабылдайсыз, жұмыс біткеннен кейін. Жастарда 60%-ын алуға болады. Енді қараңыздар, сіздерге даму баламен қалай айына 1 миллион 200 мың теңге табыс табуға болатыны жайлы айтып өтейік. Кез келген менің курсынан өткен шәкірттер қазір осы сопровождение жасаумен айналысып жүр. Бір курсқа заявканы 150 мың теңге кемінде жасатады. Плюс сізге бір орталық бірақ қана кружокқа келмейді, кемінде 2 немесе 4 кружокқа дейін келіп жатады. Максималды түрде, мысалы бізде Астана қаласынан Айжамал ханым 13 кружокқа келген болатын. Яғни сіз 3 кружокқа алатын болсаңыз, 150 мың теңгеден 450 мың теңге уже сізде плюстап отырасыз деген сөз. Және де бұл сала бойынша консультация беруге болады. Сіз курсты оқыдыңыз, сізде ақпарат бар, сіз өзіңіздің практикаңызды жасап көрдіңіз, сопровождение жасап көрдіңіз, сізде уже консультация беруге білім бар деген сөз. Ары қарай сіз 20 мың мен 50 мыңның көлемінде консультация бере аласыз. Бір айдың ішінде 10 адамға беретін болсаңыз, бұл 500 мың теңге. 50 мың теңгеден берсеңіз, 20 мың теңгеден берсеңіз, 5 адамға 100 мың теңге. Осылай сіз табысыңыздың көзін арттыра бересіз. Мысалы, біздегі консультациялар 50 мыңнан басталады. Енді одан бөлек тағы бір услуга бар, бұл орталық құжатын жүргізу. Мысалы, сіз біреуге сопровождение жасап бердіңіз, одан кейін ол ары қарай одобрениесін алды, баласын тіркеді, ары қарай ай сайын табель толтыруға, электронды счет фактурасын жіберуге сіздің қызметіңізді ала алады. Ондай қызметтің бағасын минималды түрде 70 мың теңгеден бастайды. Енді кружок санына байланысты, баланың санына байланысты ары қарай келісе бересіздер. Үлкен болса орталық, бағасын естественно көбейтесіз деген сөз. Одан бөлек табыс көзі бұл курсты жасап, мен секілді курс сатсаңыз болады. Болмаса куратор болсаңыз болады, курстарға біз кейде кураторлар алып жатамыз, жауап беру мақсатында, ол продажадан 30%-ын алады деген сөз. Ары қарай оқу бағдарламасын сатуға болады. Сіз мысалы ең басында бастап жатқанда 15 мыңнан сатсаңыз болады. Біз қазір 100 мың теңге сатамыз бір оқу бағдарламаны. Біз уже сол оқу орталыққа корректировкасын жасап, редактированиесін жасап, дайын күйінде салатын етіп береміз. Оның құны біздің бағамызда қазір 100 мың теңге. Егер бұл салаға кірсеңіз, табыс табудың жолы өте көп. Эксперт болып қандай услуга көрсете аласыз? Жаңа айтып өттік, даму бала қызметін көрсету. Оқу орталығын ашып жүргізу жөнінде эксперт болуға болады. Өз курсыңызды немесе методикаңызды шығарсаңыз болады, егер мұғалім болып репетиторлықпен айналысып жүрсеңіз. Біздің курстар нені үйретеді? Орталық ашып жүргізудің стратегиясын береміз. Мысалы, сіз келдіңіз, ақылы бала оқытып жүрсіз, даму балаға документіңіз дайындап жатырсыз, бірақ әлі конкурс басталған жоқ, Ары қарай сіздің стратегияңыз қарап, біз қосымша стратегия береміз. Мынандай нәрсе жасаңыз, мынандай нәрсені қоссаңыз, ақылы баланы көбейтуге болады деген секілді, мысалы, Ұлар ханым бізден стратегия алған болатын, бірден өзінің ақылы түрде орталықтарын бастап кетті. Дәл қазір Айнұр ханым тоже осындай стратегияның арқасында ақшасын минуста емес, олар уже бірден плюсқа шығып отырған кісілерді. Сол сияқты сізде курсқа келсеңіз, осындай стратегияны аласыз. Екінші, даму бала білім, субсидия бағдарламалардың ішкі кухнясын толық үйренесіз, заявка жіберіп көресіз, уже толық практикадан өтесіз. Эксперттерді нақты X-Mind схемамен жүргіземіз. Яғни сіз бұрын соңды, егер даму бала курсын өтіп қойдыңыз,
өзіңізге одобрение алып қойдыңыз, енді басқа оқу орталықтарға жасайын десеңіз, сізде бір қорқыныш болуы мүмкін, иә, ала алмай қалам ба, қалай көрсетемін, қалай сатамын, услугам дейтін болсаңыз, бізде менторлық бар. Ол ішінде біз уже Xmind-да сіздің жүретін жолыңызды нақты құрамыз. Мысалы, мен қалай рилстар түсіріп жатырмын, қандай стористарға қалай шығамыз, прогревті қалай жасаймыз деген секілді, иә, бұл жерде барлығы сізге көрсетіліп беретін болады. Сізден талап етілетін нәрсе тек қана жасалған әрекеттерді, яғни тоқтатпау, берілген тапсырманы вовремя орындап отыру. Міне осындай схемамен сіз жүресіз. Уже не айтам, не сөйлеймін, қандай рилс түсіремін деп басыңызды қатырмайсыз. Енді бізден өткен кейстар жайлы тоқталайық. Бұл Лар деген қыз болатын, 23 жаста небәрі, Ленгер қаласынан, негізі SMM мамандығын жүргізіп жүрген қыз болатын. Консультацияма келді, бірінші офлайн түрде алды Шымкент қаласында. Ол кісіге біз бірден стратегиясын құрып бердім. Осындай помещение керек, осындай болады, примерно бағасын ол тапты, но бірақ оны минусқа кіріп кетпес үшін даму бала қашан ашылады деп күтіп отырған жоқ, дайын схемамен ақылы түрде балаларды алып бастап кетті. Бір жыл бойы конкурс ашылған жоқ, мысалы да, бір жыл бойы ол не істеді, өзінің оқу орталығына 100 шақты баланы жинап алды. Ай сайын сол жерге ақшасын төлеп балалар дайын. Қазір ол уже одобрениесін алды, онда бала дайын. Қандай бала тіркеймін деген қорқыныш жоқ уже. Мінеке ол кісі не істеді, консультация алды, ақылы негізде орталық ашты, даму бала курсын оқыды, одобрение алды. А точкасы 0 теңге болатын бұл салада, қазір Б точкасы алдыңғы ай 500 болатын, одан кейін 800 мың теңге көтеріп алды. Ақылы түрде табатын. Мемлекеттен берілетін пайданы есептейтін болсақ, дәл қазір 260 баланы 4 кружокқа тіркеп отыр. Вот, өздеріңіз есептей беріңіздер, әр бала басына 20 мың теңгеден болса, бұл кісі толық 260 баласын тіркейтін болса, яғни кемінде 6 миллионның үстінде табыс табатын болады, иншалла. Келесі кейсіміз бұл Айжамал ханым, бізден сопровождение алған кісі. Астана қаласында орталығына 962 балаға одобрение алып бердік. Бұл кісінің кішігірім логопедиялық кабинеті болған, А точкасы, Б точкасы үлкен оқу орталыққа көшті, зданиясы, помещениесі біздің айтуымыз бойынша талапқа сай етіп алды, мамандарды тартты, соның арқасында қазір даму бала арт спорт программасымен 962 балада одобрениесі бар, оған плюс білім программасын қазір қоспақшы. Міне, егер де сізде осындай орталық ашуға күмәнданып, қорқып жүрген болсаңыз, бірден сопровождениеға келсеңіздер де болады. Үшінші кейс бұл Айгүл ханым. Бұл кісінің оқу орталығы жоқ болса да, яғни бухгалтерлік қызмет көрсетіп жүрген адам, ол курсқа келіп, бірден сопровождение жасау арқылы табыс тауып жүр. Яғни бір орталыққа сопровождение жасаса 150 мың теңге, консультация берсе 20 мың 50 мыңның арасында, кемінде бұл 2 кружок алады, сопровождениесін сонымен кемі еш нәрсе таппадым деген өзіне осы саламен 300 мың теңге табыс тауып отыр. Енді бұл курстар кімдерге арналады? Білім курсы бұл оқу орталығы бар кәсіпкерлерге, балабақшасы барларға, дамыту орталығы бар кәсіпкерлерге, фрилансерлерге, яғни осындай бір ИП-тендер деген сияқты салада жұмыс жасап жүрген, онлайн қызмет көрсетіп жүрген кісілерге табыс табуын көтеру мақсатында. Даму бала кружогыда курсы кімдерге арналады? Оқу орталығы бар кәсіпкерлерге өзінің орталығына қосу үшін, балабақшасы барларға, то же самое балабақшасындағы бар балаларға осы кружоктар арқылы табыс табуға қосымшада. Дамыту орталығы бар кәсіпкерлер, логопедиялық кружоктары бар, мысалы, олар да осы даму баламен табыс таба алады. Кружок ашылады, яғни. Және де фрилансер, жаңа айтып өткенде, бұл саламен де табыс таба аласыздар. Субсидия, жұмысшы субсидиясын кімдер ала алады? Оқу орталығы бар кәсіпкерлерге. Балабақшаңыз болса, то же самое няняңызды, тәрбиешіңізді осы кружокпен ала аласыз, поварыңызды деген секілді. Дамыту орталығы бар кәсіпкерлер, сіздерде өздеріңіздің кез келген сала, вообще бұл тек қана оқу орталығы емес, басқа салада болсаңыз, тігін шеберханаңыз болсын, мейлі қандай нәрсеңіз болсын, осы мектептерде мамандардың жұмысшы субсидиясымен ала алады. Осы саламен то же самое услуга көрсете аласыздар. Енді даму бала курсының ішкі кухнясын көрсетейін, қандай модульден тұрады. Бірінші модуль бұл кіріспе сабақ.
даму бала жайлы толық ақпарат беріледі, барлық құжаттардың үлгілері беріледі, поставщикке, помещениеге, тренерге, оқушыға қойылатын талаптар, міндеттер, олардан алынатын құжаттар жайлы ақпараттар, оқу бағдарламалары 32 түрлі дайын жұмыс жасап тұрған, одобрение алып тұрған құжаттардың барлығы осының ішінде бар. Келісімшарттар, аренда договора, жаңағы ата-анамен келісімшарт, барлығы осы курстың ішінде бар. Екінші модульде уже платформамен жұмыс, практикалық жұмыс бастап кетесіз. Поставщиктің кабинетін ашасыз, тіркейсіз, тренерді тіркеуді үйренесіз, оқушыны тіркеуді үйренесіз, ата-ана кабинетін құруды үйренесіз, табель толтыру, акт жіберу, барлығы осы жерде бар. Үшінші модульде біз уже команда құру, функцияларын белгілеу, администратор не істейді, тренерге зарплатаны қалай белгілейміз, оқушы жинаудың тәсілдері, минусқа кетпес үшін қандай қадамдар жасаймыз, даму баладағы рисктер қандай, отказ келудің себептері. Мына жағдайларды білу арқылы сіз өзіңіздің орталығыңызды дұрыс жүргізе аласыз, одобрение ала аласыз деген сөз. Төртінші модуль уже бұл табыс табу. Осы саламен табыс табамын дегендер осы модульді қарайды. Ақылы консультацияны берілу жолы, сопровождениені жасалу жолы, бұл өте ответственный момент. Кімді алуға болады, кімді алмау керек. Алып жатқан кезде қандай келісімшарт жасайсыз, осының барлығы осы жерде ашылып айтылады. Қанша сумма қоясыз, оқу бағдарламаларын қалай сатасыз, онлайн, офлайн курстарды қалай жасайсыз. Табыс табамын деген кісілерге осы 4-ші модульді қарап, сіңіріп жасау керек. Курс бойынша ақпаратты описаниедағы Telegram каналына тіркеліп алыңыздар, сол жерден алсаңыздар болады. Және де тегін консультация алғыңыз келсе, Instagramдағы менің парақшама консультация сөзін жазыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге өте пайдалы болды деген ниеттемін. Тіркеліп алыңыздар, және де біздің парақшада үнемі осы даму бала саласына қатысты пайдалы эфирлерді күтіңіздер. Сау!